Сәлем достар. Көбіне жақындарымызға барынша қиын кезде қолдау беріп, көмектескіміз келеді. Бірақ қалай айтарымызды білмейміз. Сол туралы айтатын боламыз. Бірінші, мен әрқашан сені тыңдауға дайынмын. Көбіне адамдар проблемасының шешімін емес, ішіндегісін бөлісіп айтқысы келеді. Себебі кейде ол проблеманың шешімі де болмайды. Сол үшін адамды тыңдап үйрену керек. Тыңдай білудің өзі ең керемет қолдау. Адамды тыңдап отырғанда ешқайда алаңдамаңыз. Назарыңыз тек сол әңгімеде болсын. Себебі көбісі телефонға, сағатына қарайды. Ал айтушыға адамға ол жағымсыз. Екінші, көңіл күйдің болмауын сезіну. Кейбір адамның мұңының, реніші мен ашуының дәрежесін төмендетеді. Соған да қайғырып жүрсің бе деген секілді сөздер айтады. Сол үшін көбісі іштей өзін жейді. Эмоцияны жасырады. Солай бір адамға ашылуға қорқады. Себебі оның сезімі мұңаюға лайықсыз деп ойлайды. Жақыныңыздың мұңымен бөлісуге, оның ашылып сыры ақтаруына көмектесіңіз. Үшінші, сенің сезімдеріңді сөзбен айтып жеткізу қиын болар. Мұсылман бауырыңды жұбатудың өзі үлкен сауап. Кей адамдар бірден ашылып кетпейді. Ол адамға уақыт беріңіз. Ойын жинақтап алсын. Ол сырын айтып бастағанда мұқият тыңдаңыз. Шынайы қолдағаныңызды келіп тұрғанын сезінсін. Төртінші, мен саған не жасай аламын? Адамды тек тыңдаудан да бөлек қолдау беруге дайын екеніңізді сезінсеңіз, одан сұраңыз, сізден қандай көмек керектігін. Онымен бірге ойланыңыз, өз пікіріңізді айтыңыз, бірақ шешімді оған қабылдатыңыз. Ол нақты шешімді табады, өзіне жауапкершілікті алып оны сезінгенде. Бесінші, бұның бәрі міндетті түрде аяқталады. Ол сәтті бірге күтеміз. Ең қиыны қолдау ретінде не айтарыңды білмеу. Көбінде көңіл күйі жоқ адамдар нақты кеңес емес, қолдауды күтеді. Адамға ауыр кезде оны түсінгенін ғана қалайды. Осы ақпараттар пайдалы болса, менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.